Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта санды теңдіктер, тура санды теңдіктердің қасиетін қарастырғанбыз. Бүгін сол тақырыпқа есептер шығарайық. Бізге мынандай бірінші тапсырмамыз санды теңдік берілсін. 7,2 қосылған 1,8 мәні тең 9-ға. Осы санды теңдіктің екі жақ бөлігіне алдымен 1,3-ті қосуымыз керек. Кейін екінші кезек минус 1,8-ді қосып есептеуіміз керек. Сонда алдымен асын шығаратын болсақ, теңдіктің бірінші бөлігі 7,2-ге қосамыз 1,8-ді, қосамыз 1,3-ті. Және теңдіктің екінші жақ бөлігіне 9-ға да қосамыз 1,3-ті. Енді 7,2-ге 1,8-ді қоссақ 9, 9-ға 1,3-ті қоссақ 10,3-ге тең. Және теңдіктің екінші бөлігіне де 9-ға 1,3-ті қоссақ та 10,3-ге тең. Енді осы берілген теңсіздіктің екі жақ бөлігіне де минус 1,8-ді қосайық. Сонда 7,2 қосылған 1,8 санына қосамыз минус 1,8 сан. Және теңдіктің екінші бөлігі 9-ға да қосамыз минус 1,8 сан. Бұл жердегі 1,8 саны мен минус 1,8 саны таңбалар қарама-қарсы болғандықтан жойылады, қалады тек 7,2. Ал екінші бөлігінен 9-ға қоссақ минус 1,8-дегі ортадағы плюс пен минус таңбасы минусқа ауысып, 9-дан 1,8 саны азайтылады. Мәні 7,2-ге тең. Келесі екінші тапсырманы қарастырайық. Екінші тапсырмада 1,2 көбейтілген минус 7 өрнегі тең минус 8,4-ге. Осы теңдіктің екі жақ бөлігіне де алдымен аның мәні минус 5-ге көбейтуіміз керек, және бұның мәні 3-ге көбейтуіміз қажет. Берілген теңдіктің екі жақ бөлігінде. Алдымен асын шығаратын болсақ, 1,2 көбейтілген минус 7-ні көбейтеміз минус 5-ге. Дәл солай теңдіктің екінші жақ бөлігінде минус 8,4-ті де көбейтеміз минус 5-ге. Алдымен бізге таңбалар ережесіне назар аударсақ, екі теріс санды көбейтсек оң сан болады. 1,2-ні 5-ге көбейтсек 6, 6-ны 7-ге көбейтсек 42. 42 тең болады. Минус 8,4-ті минус 5-ге көбейтсек екеуі теріс сан оң санға айналады. 4 5 20, 0 түсіп 2 ойда, 4 5 8 5 40 ойдағы мен 42. Яғни тепе-теңдік сақталды. Енді келесі кезек екі жақ бөлігінде 3-ге көбейтейік. Бұсы 1,2 көбейтілген минус 7-ні көбейтейік 3-ге. Және теңдіктің екінші бөлігі минус 8,4-ті де көбейтейік 3-ге. Сонда бізде 1,2-ні 3-ге көбейтсек 3,6, 3,6-ны минус 7-ге көбейтсек минус 42, 2 4 ойда, 3 7 21 ойдағы мен 21 ойдағы мен 25. Минус 25,2-ге тең. Дәл солай минус 8,4 3-ге көбейтсек 4 3 12, 2 түсет 1 ойда, 8 3 24 ойдағы мен 25. Өттір бір санға айырамыз, және таңбасы минус. Олай болса берілген тепе-теңдік орындалады. Келесі үшінші тапсырма бізде берілген өрнекті тең болатындай теңдіктің екі жақ бөлігіне жақшаны дұрыс қоюымыз қажет. Алдымен өрнегіміз жазып алайық. 2 минус 8 көбейтілген 0,5 тең болсын 48 бөлінген минус 16. Енді осы теңдік дұрыс болатындай жақшаны қоюымыз қажет. Алдымен 46 минус 16-ға бөліп алатын болсақ, мәні минус 3-ге тең. Ал енді мына бөлікте, яғни алдымен азайтуды орындап барып көбейтіп есептеп көрейік. Немесе көбейтуді орындап барып 2-ден азайтатын болсақ, мәні минус 3-ге тең бола ма, болмай ма тексерейік. Алдымен жақшаны 8 бен 0,4 көбейтетін болсақ, мәні 4-ге тең. 2-ден 4 азайтсақ минус 2, яғни тепе-теңдік орындалмайды.
Келесі 2-ден азайтамыз 8-ді минус 6. Минус 6 0,5-ке көбейтетін болсақ, минус 3. Олай болса, жақша алдымен 2 мен 8-дің айырымның арасында тұрса ғана тепе-теңдік орын сақталады. Келесі, дәл осыған ұқсас мына өрнек берілсін. 72 бөлінген 9 қосылған 3 өрнегі тең болсын 3,2 қосылған 2,8-ге. Бұл жерде де теңдік болатындай, тепе-тең сақталатындай жақшаны қойымыз қажет. Алдымен 3,2-ге 2,8-ді қосатын болсақ, бұл өрнектің мәні 6-ға тең. Ал енді екінші бөлігінде 72-ні 9-ға бөлсек 8, 8-ге 3-ті қосатын болсақ 9. Онда тепе-теңдік сақталмайды. Ал 9-ға 3-ті қосып алсақ 12, 72-ні 12-ге бөлетін болсақ 6. Яғни тепе-теңдік сақталады. Келесі тапсырма берілген санды теңдіктерді мүшелеп қосайық. Мысалға 0,6 азайтылған 2 тең минус 1,4-ге тең. Ал екінші өрнегіміз 2 қосылған 1,8 тең 3,8-ге. Берілген санды өрнектерді мүшелеп қосайық. Олай болса 0,2 алынған 2-ні қосамыз, екінші мүше 2 қосылған 1,8-ге. Және минус 1,4-ге қосамыз 3,8-ді. Яғни теңдіктің екі жақ бөлігін тең екеніне көз жеткізуіміз керек. 0,6-тан азайтсақ 2-ні минус 1,4, 2-ге 1,8-ді қоссақ 3,8. Олай болса, теңдіктің екінші бөлігі де дәл осындай мәнде. Есептейтін болсақ, 2,4 тең болады 2,4-ге. Енді келесі тапсырма берілген санды теңдіктерді мүшелеп көбейтуіміз қажет. 2 бөлінген 0,4 тең болсын 5-ге. Бұл бізде бірінші теңдігіміз. Екінші теңдігіміз 18 тең 9 бөлінген 0,5-ге. Осы санды теңдіктерді мүшелеп көбейтуіміз қажет. Сонда алдымен 2 бөлінген 0,4-ті көбейтеміз 18-ге. Теңестіреміз, 5-ті көбейтеміз 9 бөлінген 0,5-ге. Алдымен 2-ні 0,4-ге бөлетін болсақ, мәні 5 болады. 5-ті көбейтеміз 18-ге. Дәл солай 5 көбейтілген 9-ді бөліп алсақ 0,5-ге 18. Ал 18-ді 5-ге көбейтетін болсақ, мәні 90-ға тең. Бірінші теңдіктен де 90 шығады, екінші теңдіктен де 90 шығады. Олай болса, санды теңдігімізді бір-біріне мүшелеп көбейтетін болсақ, 90 тең 90-ға теңдік орындалады. Келесі тапсырма бізде мына ережені қолданып, бірнеше санды теңдік құрастыруымыз қажет. Яғни ереже бойынша А тең Б-ға, Б тең С-ға, олай болса, А тең болатындай С-ға бірнеше санды теңдіктер құрастыруымыз қажет. Алдымен бірінші берілген өрнегіміз 3-тің квадраты көбейтілген тең 9 болсын. Осының мәнін есептейтін болсақ, 3-тің квадраты 9, 9-ды 9-ға көбейтсек 72. Бұл бізде А-ның мәні. Енді Б-ның мәні болатындай мәнді жазатын болсақ, Б-ның мәніне біз кез келген 72 шығатындай мәнді ала аламыз. Мысалы, 14,4-ті бөлсек 0,2-ге мәні де 72 шығады. Ал С-ның мәнін қарастыратын болсақ, С-ның мәніне 100-ден минус 28, яғни 100-ден 28-ді азайтсақ та мәні 72-ге тең. Сонда бізде осы 3 теңдіктен мынандай теңдік құрастыруға болады. 3-тің квадраты көбейтілген 9 тең болады 14,4 бөлінген 0,2, ол да тең болады 100 алынған 28-ге. Яғни бұл 3 санды өрнектер өзара тең болады. Келесі, 7-ші тапсырманы қарастырайық. Бұл жерде берілген санды өрнектерді мүшелеп көбейту керек. 4-тен 3 көбейтілген минус 5-тен 1 тең болсын минус 0,115-ге. Ал екінші өрнегіміз 4-тен 3 көбейтілген минус 5-тен 4 тең болсын минус 0,6-ға.
осы екі өрнегімізді бір-біріне мүшелеп қосуымыз қажет. Олай болса, 4-тен 3 көбейтілген минус 5-тен 1-ді қосамыз 4-тен 3 көбейтілген минус 5-тен 4-ге. Және теңестіреміз минус 0,15-ге қосамыз минус 0,6-ны. Ал енді теңдіктің бірінші бөлігін есептеп алайық. Ең оңай тәсілмен есептейтін болсақ, 4-тен 3 пен минус 5-тен 1-ді көбейтсек, мәні минус 20-дан 3. Минус, мына екеуін көбейтетін болсақ, 4 пен 4 қысқарады, бірақ ортақ бөлімі сақталсын, 20-дан 12. Тең болады. Теңдіктің екінші жақ бөлігін бөлшек түрінде жазсақ, 100-ден 15 минус және қосылу минус 10-нан 6. Енді бірінші бөлігінде бөлімдері 20-20, тек алымдарын ғана қосамыз. Минус 3-тен азайтамыз 12-ні. Сонда екеуде теріс сан қосылады, 20-дан 15. Тең болады. Теңдіктің екі жақ бөлігінде ортақ бөлімге келтірсек, екіншісіне 10-нан береміз, яғни ортақ бөлімі 100 болады бөлімі. Минус 15-тен азайтамыз 60-ті, сонда минус 75, екі теріс сан қосылады. 20 мен 15 екеуі 5-ке қысқарады, сонда минус 4-тен 3 қалады. Минус 4-тен 3. Ал теңдіктің екінші бөлігі 100-ден 75 екеуі 25-ке қысқарады. 100-ді 25-ке бөлсек 4, 75-ті 25-ке бөлсек 3. Сонда мәні минус 4-тен 3-ке тең. Олай болса, берілген санды теңдіктердің барлық қасиетін қолдансақ та дұрыс орындалады. Біз сіздермен қарастырдық санды теңдіктер, санды теңдіктердің қасиеттерін. Келесі кездескенше сау болыңдар.